Ал жора қораға кірген құтлы болсын. Рахмет жора, сен де жеткіз. Қолыңда қалың мал ма? Ава, 50 миллионға қалған тойдан кейін бере ғой деп жатыр ғой. Міне апа. Айнан балам, бүгіннен бастап мені апа деме, ана де, анаңмын сен. Ал, құда атағаныңды бере ғой айнан. Құдамыз сәл жымот екен бір пашка 2000 құлаққыт та кетті. Азамат дайысы деп жазып жіберші. Берекет тап, дайы болсаң чорный бол, азаматтай добрый бол деген екен баяғыда біреу. Тойларыңызға қайтсын. Мұрат деп жазып қоя қойын. Қандай ағайыны? Алсылау ағайыны ғой. Конверттің жұқалығынан көрініп тұрды, Алсылау ағайын екені. Дәулет бөлесі. Тойыңызға қайтсын, рахмет. Біздер коллективі, мехри. Молодец, көйлекті қатырған екенсіз парнойға. Малика деп жазып жіберіңіз. Атларының басар біледі бірде екен ғомыналардың. Постоянно бірге жүреспей екеуіңіз. Ава. Нөкістегі бекеші Замира Ал, деп. нөкістегі Замира деген бекеші туған кезде қиналмады ма шешесі деп әзілдесіп қоямыз арасында. Ал, туысқан әжапасы келіп отқан екен, атыңыз кім еді? Насиба ма? Жездесінің атын жазда қойын ятты. Жездес дейсен бе, кім о аты? Яқшы жазбай ақ қойыңшы ат емес. Кликтен тастасам бола ма? Өлім саған жаздырдым дейме жаңа жүрсе. Бозатаудағы қайынбеке апасы Марияш деп жазып қойық. Ай, рахмет, бозатаушылар мәрт болады өзі, бай болады ғой олар. Кіші сен мақтап атыр ғой, бәрін жаздырып жібересің бе? Тынышыңа отса, сап қойынан болды ішіне. Ал, қанеки келініміздің бетін ашайық, бісмілла деп. Ай, нанайын қарағым, сұп-сұлу қыз екенсің, ай. Мәта қоян кілсе. Ой, рахмет ай, мама. Келін қатты қона бермей қой, мәт, әкіметлері. Кредитке ап қойыппан. Айна 6 миллионнан төлеп отырасың.